Құдайдың артықшылығы. Өмір жолыңды тапсыр Тәңіріге, оған сүйеніп, сеніміңді жүкте. Ол сен үшін әрекет етеді де. Жыр 36 тарау 5 аят. Құдай біздің қажеттіліктерімізді қамтамасыз етуге ұмтылады. Елші Паул бізге өз отбасын асырамайтын адам, Құдайға сенбейтін адамнан да жаман екенін айтады. Қасиетті Құдай өз балаларына қаншалықты көп қамқорлық жасайды. Біздің қажеттіліктеріміз қанағаттандырылмайынша, біз оның тапсырмасын қалай орындай аламыз? Егер біздің негізгі қажеттіліктеріміз қамтамасыз етілмесе, біз қалай басқаларды үйрете аламыз, немесе қызмет ете аламыз? Құдай өзінің әскеріне шақырып, бізді комиссиясыз жібереді ме? Әрине жоқ. Лайым Құдай өзінің айтқандарын орындауларың үшін сендерге қажетті барлық жақсылықты дарыта көрсін. Әрі өзіне ұнайтын игі істерді Иса Мәсіхтің қолдауымен сендерге жасата берсін. Бұл дұға біздің өмірімізде жауап ретінде болады ма? Мүмкін бізде той болмағанымен, әрдайым үстелімізде жейтін азық болды емес пе? Мүмкін ешқандай банкет болмаса да, бірақ жоқ дегенде үстелімізде нан болды. Бірнеше рет дастарханымыз мол болған күндер де аз емес.